Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Аэродинамикалық кескіннің теориясын мұқият қарасаңыз, қызықты құбылысты байқауға болады. Неге аэродинамикалық профильдің үстіндегі ауа ағыны астындағы ағынға қарағанда жылдамырақ? Неге бұл ауа ағындары ешқашан түйіспейді? Жауапты мына қысымның үлестірілімі картасына немесе қысым градиентінен көруге болады. Бұл құбылыстың себебін түсіндірмес бұрын алдымен қысым градиентінің қалай пайда болатынын сипаттайық. Аэродинамикалық кескін туралы видеоның бірінші бөлімінде біз суретте көрсетілгендей ағынның куанттың әсерінен иілетінін білдік. Иілген ағынның сыртындағы қысым жоғары екенін ескерсек, қысымның үлестірілімін түсіндіруге болады. Бұл ағын негізгі үш жерде иіледі. Ең үлкені қанаттың жоғары нүктесінде. Қанаттан алшақ жерде қысым қалыпты атмосфералық қысымға сәйкес болады. Яғни ағынның осы үлкен иілу кеңістігінде қысым аэродинамикалық кескінге жақындаған сайын төмендей береді. Ағынның екінші иілуі аэродинамикалық кескіннің астында, артқы жиегінің маңында болады. Мұнда да ағын төменге қарай иіледі, сондықтан мұнда аэродинамикалық кескінге жақындаған сайын қысым жоғарылауы тиіс. Ағынның соңғы иілуі аэродинамикалық кескіннің астында алдыңғы жиегінің маңында болады. Бұл өте кішкентай иілу, алайда ол ағынды сәл жоғары қарай қайта бағыттайды. Яғни аэродинамикалық кескінге жақындаған сайын бұл аймақтағы қысым төмендеу керек. Иілу мардымсыз болғандықтан мұндағы қысымның төмендеуі де мардымсыз. Біз ағынның бұл иілулерден алыс алдымен артындағы қысым атмосфералық қысымға тең екенін білеміз. Аэродинамикалық кескіннің алдыңғы жиегінде жоғары қысым аймағы пайда болады. Себебі ағын осы аймаққа тікелей соқтығады. Осылайша қысымның үйлестірілімін суретте көрсетілгендей оңай құруға болады. Сұйықтық пен газдың есептеу динамикасы әдістерінің нәтижелері біздің логикалық тұжырымдарымызбен нақ сәйкес келеді. Енді бастапқы сұраққа оралайық. Талдауды жеңілдету үшін қысымның азғантай төмендеуін елемей-ақ қойсақ болады. Қысым жоғары жақта кескіннің орта тұсындағы нүктеге дейін төмендейтінін, содан соң жоғарылай бастайтыны көрінеді. Астында қысым артқы жиекке дейін жоғарылайды. Ол содан кейін ғана төмендейді. Енді бір сәт тоқтап, қозғалысты бір жылдамдықпен бірақ түрлі қысым градиенттерінде бастаған ортаның екі бөлшегін қарастырайық. Үстіндегі бөлшек қысымның төмендеу жағдайында, ал төменгісі жоғарылау жағдайында. Үстіңгі бөлшек үшін оң жақтағы қысым сол жақтағыға қарағанда төмен. Осылайша тең әсерлі күш пайда болады. Ол жылдамдық векторымен бір бағытта болғандықтан бөлшек үдете қозғала бастайды. Астыңғы бөлшекті керісінше құбылыс жүзеге асады. Мұнда тең әсерлі күш жылдамдық бағытына қарама-қарсы болғандықтан бөлшек баяулайды. Басқаша айтқанда, қысымның төмендеу өрісінде бөлшек үдете қозғалып, ал қысымның жоғарылау алаңында бөлшек баяулайды. Аэродинамикалық кескінде де дәл осындай жағдай болады. Астыңғы бөлшек үнемі баяулап, үстіңгі бөлшек ортадағы нүктеге дейін тез қозғалады. Бұл дегеніміз, үстіңгі бөлшектің жылдамдығы кез келген уақытта жоғары болып, екі бөлшек ешқашан түйіспейді. Астыңғы бөлшекте қысымның төмендеу аймағынан өтеді. Дегенімен, бұл артқы жиектен кейін болғандықтан ауысу айтарлықтай кенет түрде болады. Қысымның осылай кенет төмендеуі бөлшектің жылдамдығының айтарлықтай артуына әкеп соқтырмайды. Осылайша нақты осы жағдайда қысымның үлестірілімі бөлшектерді әртүрлі жылдамдықпен қозғалуға мәжбүрлейді. Бірақ бұл дәлелдердің арасында кері байланыс жоқ. Бөлшектердің түрлі жылдамдығы қысым градиентіне жол ашпайды. Алайда оқулықтарда ағын бөлшектерінің жылдамдығының айырмашылығына бұл жағдайда қисынды себептің жоқтығына қарамастан феноменді түсіндіруде екінші әдіс жиі пайдаланылады. Осылайша екінші теория бұл құбылысқа баламалы көзқарас болып табылмайды. Назарларыңызға рахмет.